Жаңа туған нәрестеге қатысты міндетті түрде орындалатын маңызды дәстүрдің бірі баланы ауыздандыру. Баяғы әжелеріміз бала өмірге келген соң оны маймен ауыздандырған. Жер бетіндегі алғашқы татқан дәмі май болғандықтан қазақ баласының асқазаны әрқалай асқа төзімді келетін, әрі ауырмаған екен. Кейде ер балаларды қасқырдай қайратты, қайсарда намысты болсын деп бөрінің қылшығымен ауыздандыратын да ырым болыпты. Несібесі кем болмасын, қара суға қарап қалмасын деген сеніммен еш уақытта сумен ауыздандырмаған екен. Кейінгі 70-80 жылдың көлемінде талай ұрпақтың немен ауызданғанын білетін, тіпті соны қажетсінген адам болды ма? Әй қайдам. Қаптаған дәрігері жоқ замандарда да дәл қазіргідей асқынған асқазан дертін кездестірмейтінбіз, тіпті сирек болатын. Олар ғылыми тілмен дәлелдерін айтып, таста етіп түсіндіреді. Қазіргі дәрігерлерді айтам. Өйткені біз ата-бабаларымызды қараңғы, сауатсыз, білімсіз деп миымызға астамшылықты сіңіріп өскен ұрпақпыз. 70 жыл бодандықтың зардабын әлі талай тартамыз ау. Зейнеп Ахметова Күретамыр кітабынан үзінді.